Сәлеметсіздер ме достар? Егер мен сіздерге кәдімгі қалампырдың потенцияны жақсартатынын айтсам, сенер ме едіңіздер? Бүгін мен бұл дәмдеуіш туралы көзқарасыңызды өзгертетін 3 ғылыми факті туралы айтамын. Мен Мирас Ерланұлы. Қалампырды ерлер денсаулығы үшін ең бағаланбаған дәмдеуіштердің бірі деп санаймын. Бүгін қалампыр туралы толық шындықты айтамын. Соңына дейін қалыңыз, өйткені соңында маңызды ақпаратпен бөлісемін. Алдымен статистикаға қарасақ, 40 жастан асқан ер адамдардың көбінде эрекциямен байланысты белгілі бір мәселе байқалады. 50 жастан соң бұл сан одан да өседі. Себептері әртүрлі. Стресс, отырықшы өмір салты, тамақтану мәселесі, гормондық өзгерістер пайда болады. Көпшілігі дәріханаға барып дәрі сатып алады. Бірақ табиғатта осы себептердің алдын алудың қауіпсіз жолдар бар. Солардың бірі қалампыр. Неліктен қалампыр тиімді десеңіз? Эрекция дегеніміз бұл ең алдымен қан айналымы. Жыныс мүшесіне қан еркін және мол келгенде ғана процесс дұрыс жүреді. Ал бұл үшін тамырлар босансып кеңеюі тиіс. Ал қалампыр дәл осы қан айналымына 3 бағытта әсер етеді. Бірінші бағыт эвгенол. Бұл қалампырдың негізгі белсенді заты. Ол табиғи вазодилататор, яғни тамыр қабырғаларын жұмсартып кеңейтеді. Зерттеулер бойынша кіші жамбас аймағындағы қан айналымының 23%-ға жақсаратынын көрсетеді. Бұл өте маңызды көрсеткіш. Тек бір ғана дәмдеуіш арқылы қан ағымын осынша жақсарту бұл таңқаларлық нәтиже. Екінші бағыт тестостеронға тікелей әсері. Қалампыр сығындысы ерлердің негізгі гормоны болып табылатын тестостеронның өндірісін 37%-ға дейін арттырады. Нәтиже қандай? Либидо күшейеді, жалпы тонус артады. Өзіңізді жігерлі сезінесіз. Ал тестостерон деңгейі жоғары болған сайын, ер адамның жалпы өмір сапасы да, жұмыс қабілеті де, көңіл күйі де жақсарады. Бұл тізбекті реакция сияқты. Бір гормон жақсарса, барлығы орнына түседі. Үшінші бағыт. Антиоксиданттық қорғаныс. Қалампыр тамырлардың ішкі қабығын, яғни эндотелийді, бос радикалдардан сенімді түрде қорғайды. Бұл көрсеткіш бойынша ол тіпті көк шай мен қарақаттан да озады. Тамырлар сау болса, қан ағымы да сау, ал қан ағымы сау болса, нәтиже өздігінен келеді. Осы 3 бағытты бірге қарасаңыз, қалампыр жай ғана дәмдеуіш емес екенін, ол шын мәнінде ерлер организміне кешенді әсер ететін табиғи құрал екенін түсінесіз. Бұл дәмдеуішті қолданудың ең тиімді 2 жолы бар. Бірінші жолы күш қуат шай деп атаймыз. Күндіз ішуге арналған. Сізге 5 түйір қалампыр, бас бармақтай жас зімбір, жарты литр қайнаған су, дәміне қарай бал мен лимон қажет болады. Дайындалуы өте қарапайым. Зімбірді жұқалап туыңыз немесе үккіштен өткізіңіз. Қалампырмен бірге қайнаған суға салыңыз да 15 минут тұндырыңыз. Сәл суығаннан кейін бал мен лимон қосыңыз. Дайын. Бұл сусынды таңертең және кешке күніне 2 рет ішіңіз. Ол қан айналымын жақсартып, ағзаның тонусын күндізгі уақытта ұстап тұрады. Зімбір мен қалампырдың бірлескен әсері өте күшті. Бұл екеуі бірге жұмыс істегенде, нәтиже жеке-жеке ішкеннен әлдеқайда жоғары болады. Екінші жолы түнгі қолдау сусыны деп атаймыз. Ұйықтар алдында ішуге арналған. Сізге 1 стақан сүт, 3-4 түйір қалампыр және 1 шымшым даршын қажет. Бәрін баяу отта қайнау деңгейіне дейін жеткізіңіз. Отты өшіріп, 10 минут бетін жауып тұндырыңыз. Ұйықтар алдында 1 сағат бұрын жылы күйінде ішіңіз. Бұл рецепт тестостерон өндірісін қолдайды және ұйқы сапасын айтарлықтай жақсартады. Ал сапалы ұйқы гормондардың ең жақсы бос екенін ұмытпаңыз. Түнде ұйқы жақсы болса, таңертең тестостерон деңгейі өздігінен жоғарырақ болады. Бұл ғылыми тұрғыдан дәлелденген факт. Осы 2 рецептті бірге қолдансаңыз, таңертең күш қуат шайы, кешке түнгі қолдау сусыны. Олардың кешенді әсері бірнеше есе күшейеді. 2-3 апта жүйелі қолданып көріңіз. Өзіңіздің айырмашылықты сезінетіндігіңізге сенімдімін. Енді маңызды ескертулерге тоқталайын. Мен осы бөлімді әрқашан айтамын. Өйткені табиғи болғаны шексіз пайдалы дегенді білдірмейді. Және бұл өте маңызды. Мөлшері күніне 4-10 түйірден, яғни 2-5 грамға дейін асырмаңыз. Артық жесеңіз асқазанды тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан мөлшерді сақтаңыз. Қалампыр сапасын тексерудің өте қарапайым әдісі бар. Қалампырды суға салыңыз. Егер батса немесе тік тұрса, жаңа, сапалы. Егер көлденең жатса, ескірген, пайдасы аз. Базарда немесе дүкенде қалампыр сатып алғанда осыны есте ұстаңыз. Пайдалану нәтижесі 2-3 апта жүйелі қолданғаннан кейін байқала бастайды. Бірақ 21 күннен соң міндетті түрде 2 апта үзіліс жасаңыз.
Үзіліс жасамасаңыз, ағза үйреніп кетеді де, әсер азаяды. Сондықтан курс тәртібін міндетті түрде сақтаңыз. Ескерілетін жағдай, қан сұйылтатын дәрі ішіп жатсаңыз, қалампырды қолданбаңыз. Өйткені эвгенол қанды одан әрі сұйылтады. Асқазан жарасы немесе гастритіңіз болса да, қолданудан аулақ болыңыз. Аллергияңыз болса, міндетті түрде алдын ала аз мөлшерде сынап көріңіз. Кез келген күмән болса, дәрігермен алдын ала кеңесіңіз. Бұл ақылдылықтың белгісі, нашарлықтың емес. Достар, қалампыр керемет таяқша емес, және ешқандай дәрі-дәрмекті алмастырмайды. Бірақ оны дұрыс және жүйелі қолданылса, нақты нәтиже беретін табиғи қосымша құрал екені анық. Ең бастысы жүйелілік. Бір күн ішіп, 2 күн ұмытқаннан ешқандай нәтиже шықпайды. Бұл өмірдің барлық саласына да қатысты. Ал ерлер денсаулығының шын негізі толыққанды ұйқы, күнделікті қозғалыс, дұрыс тамақтану және стрессті басқара білу. Осылардың үстіне қалампырды қосыңыз, нәтиже жылдам және тұрақты болады. Егер бүгінгі видео пайдалы болды деп санасаңыз, лайк басыңыз. Ол канал үшін үлкен қолдау. Сау болыңыз. Келесі видеода кездескенше.